Зейнетке шыққан соң өміріңнің назы кетіп, сазы қалады. Зейнетке шыққаннан кейін өміріңізді қалай мәнді өткізу керек? Материалдан аударған Сайра Қабделқызы. Қаба аудандық су істер мекемесі. Оқыған Таңжар Келдібекұлы. Бірінші. Ешқашан балаларыңыздан қарымжы қайтаруды тілемеңіз. Бала бағу біздің борышымыздың бірі. Ұл мен қызыңызға сіңірген еңбегіңізді олардың да өзіңе ұқсас еңбекпен қайтарады деп дәмеленбеңіз. Екінші. Қартайғаннан кейінгі күтімденуде бүтіндей өзіңізге сүйеніңіз. Өз қосағыңды, жанашыр досыңды жақсы сақтап қалумен бірге өзіңнің әуестігің мен ізденісіңді жоғалтпасаң ғана қартайған шағыңдағы тұрмысыңды мәнді өткізесің. Үшінші. Кәртейгеннен кейінгі күтімденуде қашанда өзіңізге ғана сүйенетіндігіңізді ұмытпаңыз. Тұрмыс ләззатын ерте баста сезінуге әдеттен. Тісіңнің толық, құлағыңның сақ, тіліңнің анық, аяғыңның сау, ақыл есіңнің сергек кезінде ел аралап, жақсы жемектіктерді жеп, төңіректің төрт бұрышына саяхаттап, табиғаттан ләззаттан. Бүгінгі күн қайтып оралмайды. Әрбір өткен күнімізді қастерлеп, асарыңызды асап, татарыңызды тассаңыз, өткен күніңізге өкінбейтін боласыз. Төртінші. Балашаға немере шөбіреңнің өз бақыты өздерінде. Балалардың кейбір істері үшін басыңды қатырып, ұйқыңды қашырып азаптанба. Ішпей, жемей, ұйықтамай, азаптансаң да ол іс өзгермейді. Өткел бермес өзен болмайды. Тағдыр ешқашан торғайын аштан өлтірмейді. Тамағыңнан аяп, албаты ой соқты болма. Бесінші. Сөзсіз бір әуестігіңді сақтап қал. Жас кезіңнен бастап бір әуестігіңді дамытып, кәртейгенде жалығу мен жабығудың бұлтын түр. Сонда ғана балапандарың ұясынан үшіп кеткен шақтарда кешке дейін 4 тамға телмірмейтін боласың. Алтыншы. Ақшаны өзіңнен аяма. 1 теңгелік ақша жұмсайтын жер болса, 80 тиындық жер іздеме. Қалған шекті өміріңе шекті ғана қаржы жұмсалады. Сол үшін өзіңе сараңдық істетудің қажеті жоқ. Сенің үнемдегеніңе бола ешкім саған ескерткіш орнатпайды. Тек өзіңді құртып тынасың. Жетінші. Бәсекелеспе. Айтысып тартыспа. Зейнетке шыққаннан кейін бәсекелесу, айтысу, тартысудан аулақ бол. Өміріңнің назы кетіп, сазы қалды. Барлық дүниенің тек көшпелі бұлт секілді ғана екенін сезіндің. Амал жүргеніңнің өзі зор бақыт. Сегізінші. Зорланба. Дамылсыз термен тартқан есектің де демалатын кезі болады. Белгілі жасқа келгеннен кейін әрқандай іске зорланудың қажеті шамалы. Жіпте ең жіңішке жерінен үзіледі. Егер жайсыздансаң, табандамай демал. Әрі емделудің жолын ізде. Қуаттандырғыш дәрі ішкенше 3 уақытқа тамағыңды жақсы іш. Өзің күтімдеу жөнінде тынбай лекция сөйлейтін сайқалдарға сенбе. Қандай қуаттандырғыш дәрі де 3 уақытқа тамаққа жетпейді. Лайықты орналастыру жасап, ақшаны орынсыз жерге шашпай, тіл үйретін тамақтарды жеп рахаттан. 9. Табандылық пен машықтан. Әрқандай машықтың өзі тәртіп. Біртіндеп қартайғаннан кейін дене шынықтырудың өзі айланыш. Әрі көңіл көтеретін жұмыс. 10. Ашуланбаңыз. Ашуланудың 4 түрлі қатері бар. Қан басымды жоғарылатып, қан қоюлықты арттырып, қанды қарайтып, тамырды тарайтып, ми қан тамырлары мен жүрек қан тамырларының тосылуын келтіріп шығарады. Сондықтан ашуланбаңыз. Неғұрлым мыжғау болыңыз. Ит үреді, керуен кетеді. Жұрт жаққандарын қылсын. Өзің көңілді болсаң болды. 11. Әрқашан көңілді бол. Адамға ең маңызды нәрсе көңілділік. Кең пейілділікті айтысып тартыспауды үйрен. Атақ абырой, күйзелу, өкпе назды ұмыт.
Адамдарға мейірімді бол, қарымжы қайтаруды тілеме. Көңілді көңілсіз болсаң да өтетін бір күн. Сол үшін бір күніңді болса да көңілді өткіз. Осылай істесең ғана өмірің мәнді де сәнді болады. Өміріңде өкініш қалмайды. Ең соңында көпшіліктің өмірден ләззаттанып, зерделі де әдемі қартаюын үміт етемін.